Ассалаумағалейкум ағайын туысқандар. Мынау міне бүгін Алла қаласа айт күні көптен күткен аукционымызды соған бара жатырық. Мен қасында міне мистер Парк, сосын мистер Сайлау. Міне бара жатырық, қазір аукционға барамыз. Құдай қаласа аукционда полный информацияларды, жаңағы өзімізге керек бағаларды, қалай аукцион жұмыс жасайтынын, соның бәрін білеміз. Мен тағы да осы видеоларды енді Қазақстанға Кореяның машинасы қаншамен кіретін, сол туралы полный жазып, сызып, есептеп көрсетіп берем, қанша бізге пайда түсетін машина алып кетсеңіздер, или машина апарсаңыздар, или заказ берсеңіздер маған қарай. Сондай видеолар түсірем, бәрін досконально жазып, машина қанша тұрады, контейнер қанша тұрады, біздің услугамыз қанша тұрады, растаможка қанша тұрады, тағы да жаңағы растаможка, брокерге қанша бересің, сосын сертификат қанша тұратын, сосын госрегистрация қанша тұратын, соның бәрін есептеп жазып, и сосын қаншаға, соның бәрін есептеген кезде қанша болады Қазақстанға дейін қанша болады кілтті алғанша, өз жерден апарған машиналар қанша болатын, мен соны тағы да ютубқа, өз инстаграмға өзіме қоям, түсірем. Сосын көп адамның сұрақтары, жаңағы бәрі қызығып жатыр машинаға, аппетиттері, бешеный алғысы келіп, бірақ бәрінде ақша жетпейді. Енді бізде специально сондай қойған, 3 жылдан төмен машина кірмейді. 2019, 18, 17, 3 жыл ғана кіреді. Соны ғана біз апара аламыз. Ол машиналар бұл жақта да кішкене қымбаттау, бірақ өте сапалы. Бұяқты сіздер ұтасыздар, сол жерден қанша 1 миллион теңге ұтасыздар. Сосын барып корейский сборка, и сосын барып пробег, родной пробег. Бұл жердің жолдары, бұл жердің нелері, осы Кореяда жүрген қазақтар, или болмаса Қазақстанда жүрген достарының бәрі айтады ғой бір-біріне, жаңағы, Корея мықты, жолдар жақсы, мұндай деп, машиналарда жақсы. Бұл жердікі жақсы болғансон, сондай нәрселерден ұтасыздар. Тағы да, осы сіздер обязательно комментарға жазыңыздар, маған подписать етіңіздер. Сіздерге жақсы жаңалықтар барып тұрады Корея туралы, машина туралы. Сосын сізге машина корейский керек болмаса, может быть, сіздерден үлкен ағаларыңыз, басқаларыңыз, жан-жақтарыңа таратсаңыз осы видеоны, жақсы болады. Өйткені ол кісілерде сіз алмасаңыз, ол кісілер алып қалуы мүмкін деген сияқты жан-жаққа таратып жүрсеңіздер, ол жақсы болар еді өте. Өйткені мен оны сұранып айтам, өйткені әлі мен білмей жатыр көп адам. Бізде осындай қазақтар бар, енді көп шықты. Қазір ютубта жүр ғой, мысалы, жігіттер, аттарын ұмытып қалдым. Ол жас деген Қазақстан колесоның или басқа жаққа барып түсіріп, сол жерде оның қанша подписчигі бар, сол сияқты мен де өз-өзімді білдірткім келіп жатыр. Мен ондай өтірік, алдап, ондай мошенник адам емеспін. Сіздердің де пайдаларыңды ойлап, осы машиналарды Қазақстанға апарып беруге, өзімнің атымды шығару үшін осындай жұмыс жасап жатырмын. Сол сіздерден лайк басып, подписать етіп, комментарға маған жазсаңыздар, мен көп нәрсені түсіріп беріп жүремін. Мен енді жолды түсіріп жатып сөйлеп жатайын. Мұны Кореяның жолдары осындай болады, теп-тегіс, тормоз баспайсың, біздегінде ямадан қашпайсың. Бұларда 100% тонировка, бәрінде, бізде де тонировка, 100% тонировка болады. Кондиционер постоянно қолтып тұрады,
жақсы, өте жақсы. Мына біз мініп бара жатқан машинаның өзі Hyundai Santa Fe. Тағы да енді основном комментарийға жазылған бәрі бағасы қанша болады. Вот соны мен сол жақта енді мен полный жаңағындай тақтаға жазып, список қылып сіздерге түсіндірем. Полностью жаңағы Қазақстанға дейін қанша болатын машина. Мынау кетіп бара жатқан міне мынау Hyundai Sonata. Өте әдемі машина. 2015-тен бері шыққан. Сондай. Сіздер сұрақ сұрасаңыздар, мен соған қарай көп видеолар түсіре аламын, көп нәрселерді айта аламын. Мендегі сол основной кадр келіп жатқан сұрақтар, сол бағасын, қалай әкелесің, қандай қылады, бәрінікі бірдей сұрақтар. Основном жаңағы бағаларын сұрайды, Қазақстанға қанша болады келген. Мен ол туралы айтып жатырмын ғой, тағы да 1-2 күн ішінде тағы да видео түсіріп, мен оны істеймін, видео салам. Так, енді біз аукционға бара жатырық. Құдай қаласа, қазір бір жарты сағатта боламыз. Сол жерде аукционда да нелерді, машиналарды, бағаларын, бәрін аукцион қалай жұмыс жасайтынын бәрін түсіремін. Өйткені ол жерде жасырып ештеңе жоқ. Бағасын, ұрылған машина ұрылған деп, ұрылмаған машина ұрылмаған деп, қанша түсіруге болатын, аукцион қалай жұмыс істейтін Кореядағы, сол туралы мен видеолар түсіремін. Жақсы, онда келесі кездескенше обязательно комментарийға жазыңыздар. Мен сол сұрақтарға жауап беруге, видео түсіруге тырысамын. Жақсы, айттарыңыз құтты болсын.